Қайырлы күн достар. Бүгін жөтелді қалай емдеу туралы айтатын боламыз. Яғни сізде жөтел басталатын болса, онда біліп қойыңыз, ол сіздің ағзаңыз түскен инфекцияларды шығару мақсатында жұмыс жасап жатыр. Ал оған біз көмек ретінде ингаляторларды қолданамыз. Яғни бронх ағаштарын кеңейтіп, қағырықты сұйылту мақсатында. Небулайзер ол дәрілік заттарды майда түйіршіктерге бөліп, өкпе және бронх жолдарына тамшылатып жеткізу, яғни дәл зақымданған ошаққа алып барады. Құрылысына келер болсақ, компрессордан, қосып өшіргіш батырмадан, байланыстырғыш шлангыдан, ерітінді құятын контейнерден, мундштуктан, 2 түрлі маскадан, взрослый және детский және резинкамен жабдықталған. Әрі қарай берілген құрылғылардың барлығын біріктіреміз. Ең алдымен компрессорға шлангының бір шетін нығыздап орналастырып алыңыз. Екінші шетін контейнермен байланыстырыңыз. Және де контейнерға өзіңізге керекті масканы алып орнықтырыңыз. Керек болған жағдайда масканың орнына мундштукты да қолданыңыз. Ингаляцияға раствор дайындау үшін бізге 0,9% натрий хлориді физраствор және этил спирті беридуал, яғни ингаляцияға арналған беридуал керек, 2 мл шприц, ватный диск және контейнер қажет. Ең алдымен қолыңызды жуып, спирт ерітіндісімен масканы өңдеп алыңыз. Шприцпен 2 мл физраствор ерітіндісін алып, контейнерге құйыңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, контейнерде мөлшерлік белгі бар. Келесі кезекте 1 мл беридуал ерітіндісін алып, қайта контейнерге енгізіңіз. Дайын болған растворды небулайзер арқылы қолданыңыз. Ерітінді дайындау баланың жасына, жүкті әйелдерге, ауру түріне байланысты. Мысалы, жүкті әйелге боржоми суымен күніне 2-3 рет 3-5 минутқа қоя аламыз. Егер сіз балаңызға керек мөлшерді анықтай алмай жатсаңыз, комментарий бөліміне жазыңыз. Міндетті түрде есептеп беремін. Назар аударыңыз, ингаляция қоспас бұрын балаңызды ыңғайлы етіп отырғызып, маска толықтай мұрынды және иекті жабатындай болсын. Егер де балаңыздың ауруы асқынған болса, өздігіңізден ем қабылдамай дәрігерге қаралыңыз.